Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін 1 ақпан, қыстың соңғы айы. Бүгін біздің бордақымыздың 3-ші бөлімі, сиыр бордақлау 2 жеті болды. Бордақы туралы видео түсірмегелі. Бүгін соның нәтижелерін түсірейін деп тұрмын. Тағы 2 жетілік. Алдыңғы видеоны көрсеңіздер, сиырларды бордақыда тұрған малдарымызды салыстырып көрсеңіздер болады. Ақырындап бордақымызда жүріп келе жатыр. Сиырымыздың артқы жамбасы, саны бәрі толып келе жатыр ақырындап. Бұл біздің нәтижеміз. Сиыр 4 бұрышталып, денесінің әрбір бөліктері толып келе жатыр. Жамбас сүйегі де міне толып келе жатыр. Бұл сүйегі көрінбегенше, етпен толғанша біз оны бордақлайтын боламыз. Таза толғанда оны ары қарай весқа жібереміз, салмаққа. Міне аяғының да бұлшық еттері, сан сүйектері, бұлшық еттің бәрі толып келе жатыр. Екінші сиырымызды да бордақлап жатырмыз. Бұл 2 жеті кеш бордақланған сиыр. Бұл да ақырындап келе жатыр бордақланып. Жақсы нәтиже көрсетіп жатыр сиырларымыз. Таңертеңгі жоңышқасы міне. Қазір сиырлар күйіс қайтарып жатыр. Бағана түскі уақытта сағат 1-де су бергім. Қазір сағат 3 кезі, сиырлардың тыныштық кезі, демалып жатқан. Сіздерге көрсету үшін тұрғызып көрсетіп жатырмын осылай. Мына өздеріңіз байқап қарасаңыздар да, сан сүйектері, бұлшық етке барлығы толып келе жатыр. Сиырдың үсті теп-тегіс болғанша әлі бордақлайтын боламыз. Көптеген адам айтқанды жем беру туралы түсінбей жатыр екен, соны қайталап өтейін. Жем беру кезінде қазір жем беретін ыдыстарымызды да көрсететін боламын. Жемді сулап береміз. Ол сулап беру деген бөктіріп беру емес. Жемді саламыз ыдысқа, одан кейін соның бетіне су құйып, таяқпен араластырып береміз. Солай сулап беріп, 2 уақыт жем беріп отырамыз. 1,5 шашка жемнен беріледі. Қазір сіздерге барлық мөлшерін көрсететін боламын. Достар, видеоны қолдап, достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырайық. Жоңышқамыз бізде экспарсет. Шөп араласқан, аралас шөп. Ұзын сояудың бәрі экспарсет, қалғаны ауылдың шөбі. Жоңышқамен араласып шыққан шөп. Содан кейін жемінің ортасына біз тұз қосып береміз. Себебі бұларда йод жетіспеушілік болады. Кальций, йод секілді жетіспейді, себебі олар көп күнде тұрмағандықтан, қорада тұрғандықтан витаминдер жетіспейді. Және бүгін бұларды бит кенеге ектік, 2-ші рет. Себебі мына сиырымыз міне ыстық қорада тұрғандықтан, бордақы қорада мойны қышынып, мынандай мойын жүндері түсіп қалды. Сол себепті бүгін ивермекпен ектік, әрқайсысын қолтығының астынан, алдыңғы қолының қолтығын астынан ектік, ивермекпен. Әрқайсының массасына қарай, осылайынан бордақы біткенше ай сайын ивермекпен егіп тұрамыз. Сонда малдың үсті қышынбай, биткене болмай, жақсы семірет, жылтырап үсті. Сиырды да ектік ивермекпен. Достар, комментарийде айтып жатыр, суды қалай бересің, су күніне қанша рет бересің. Суды күніне 1 уақыт береміз. Оны комментарийде де жазған адамдар, күніне 1 уақыт берген дұрыс деп. Біз де солай 1 уақыт беріп жатырмыз суды. Бастапқыдан бері солай 1 уақыт береміз. Суды 2 уақыт, 3 уақыт беріп керегі жоқ. Түскі уақытта сағат 12:30 мен 1-дің арасында су берсеңіздер, сол уақытта сиыр шөлдеп тұрады, тамаша болады. Су берсеңіздер, суды бір сиырымыз бізде 25-30 литрдай су ішеді. Екеуі сонда 60-70 литр су ішеді күніне. Қазір осы 2 сиыр бордақыда. Көктемге қарай бұқа бордақласам ба деген ой бар. Оған арнайы қора жасаймыз. Мына загондардың бәрін қайтадан бұқаға арнап, алдына немен жасау керек. Бірақ бұқа бордақлаған кезде астын полдау керек. Ол маңызды, себебі бұқа ортасына сүйгендіктен ортасы су болып кетуі мүмкін. Сол себепті бұқаны астын полмен жасау керек.
Дәл қазіргі сәтте осы екі сиыр бордақыланып жатыр. Қазір сіздерге бордақыға беретін ыдыстарды көрсетемін. Осылайынан екі сиырымыз қазір бордақта тұр. Мына сиырымыздың тұрғанына 1,5 айдан асты бордақыда, 2 ай болып қалды. Енді 1-2 ай тұрса сән болады. Мына сиырымызға 1 ай енді толайын деп жатыр, бордақыда тұрғанына. Әлі 1 ай толған жоқ. Бұл енді ақырындап келе жатыр. Бұл сиырымыз кішкене неткендіктен бұған ем басында нитокс салдық, кішкене емдеу үшін. Енді қазір бұл жақсы болды. Көз жанарынан малдың білуге болады, ауырған, ауырмаған. Мына сүтімін қышынғандықтан, биттегендіктен бүгін ивермек салдық. Егер малдарыңыз биттеп жатса, ивермек салуға кеңес беремін. Биткенеге өте мықты дәрі. Достар, қазір сіздерге жем салатын ыдыстарымды көрсететін боламын. Жемді қандай мөлшерде беремін, салып көрсетейін ыдысқа мөлшерімен. Сондай мөлшермен берсеңіздер, бұдан көп те артық та керегі жоқ. Себебі бидай жеп жүрген малға көп жем қажет етпейді. Бидайдың құнары өте қатты болғандықтан көп беріп қойсаңыздар, бір күннен кейін мал жемей қайтып қалады. Мына жемді мынандай ыдыста сақтаймыз. Мынандай тұз бар. Ас тұзы дейді, йодталған. Осыдан жарты уыс қосып беремін жеміне, себебі міне мынандай ыдыстармен береміз жемді. Мындай ыдыстар. Мөлшері 15 литрдай болады ыдыстың, оны бәрін толтырмаймыз. Бір шашқа жеміміз 1,5-2 килограмм болады. Осыдан біреу алып саламыз. Одан кейін үстіне тағы да жарты шашқа саламыз да, оған бетіне анандай тұздан қосамыз. Йодталған тұз, кәдімгі ас тұзы. Одан жарты уыс қоссақ, сосын барлығын араластырып, сумен шылап, осыны бере береміз. Бордақымыз керемет жүреді. Одан бөлек малдарыңызға тұз беріп тұрыңыздар, барлық малдарға. Себебі тұз деген ол жақсы. Әртүрлі аурулардың, мысалы қазір қатты тарап жатқан ауру, аусыл ауруы, яшур дейді, орысша аусылды. Сол ауру қатты тарап жатыр. Қазір соның алдын алу үшін осы малдарыңызға тұз беріңіздер. Малдарыңыз көп ауырмайды. Тұзда барлық витаминдер бар. Жылқыға, сиырға болсын, барлығына ыдыстарға тұз салып қоюға кеңес беремін. Бордақымыз осылайынан жүріп жатыр. Барлығы оңай. Күніне таңертеңгісін және кешкісін бір уақыт шөп сап қоямыз, 2 уақыт. Қазір мен осы шөпті кешке дейін жейді. Кешкісін тағы да бір уақыт шөп саламыз. Таңғы шөбі, осыны тауысып жейді, кешке дейін сағырлап тастайды. Тіпті сағыр шығып жатса, жанында тұрған сиырларға сап бере саламыз. Осылар жеп қояды, себебі олар жоңышқа жеп жатқан жоқ. Бұндай шөпті сағынып жейді, жақсы жейді. Одан кейін кешкісін тағы бір уақыт жоңышқаса қоямыз. Жоңышқаның алдында бірінші жем жеп алады. Себебі бірінші шөп жеп алса, онда ол жемі сіңбей қалады. Сол себепті бірінші жем, одан кейін артынан жоңышқа саламыз. Жемді ақырдың ішіне қойып береміз. Себебі жерге берсек, жемі шашылып қап, оны босқа жерге түсіп қалады. Ақырдың ішіне қойсақ, оны жемді ары қарай шөптің топаны дейді ғой, дәндерімен бірге жеп қояды, сағырлап. Астын тазалауына келсек болсақ, астын бір уақыт осылай тырмалап алып тастап отырамыз. Және үйде қой ұстап отырғандықтан осындай қойдың қордасында босқа төкпей пайда қасырып жатырмыз. Осы қорданы астына сеуіп ұстап отырамыз. Сонда малдың асты таза болып отырады, асты ылғал болмайды, таза болып отырады. Ал бұл астындағы қордасы мен боғын барлығын кейін шіріген кезде огородқа төгеміз. Оның бәрі босқа кетпей чернозем болады огородта. Қара топырақ болып кейін көкөніс еккенге бәрі пайдасы болады. Ақ бидай беріп жатқандықтан көп деп қоспаймыз. Өзінің мөлшері болады. Содан артық берсек, ол уже мал қайтып қалады, жей алмай. Кеше мысалы 1,5 шашқа жәнегендей сиыр қайтып жатыр. Себебі бидайдың құнары көп болғандықтан мал оны жеп таусамайды.
сол аралықта біз үзіліс жасаймыз. Ортасында кейбіреулер айтып жатады, бордақым шөп жемей қойды, су ішпей қойды, жем жемей қойды дейді. Оның бәрі жемнің кесірінен. Себебі жем құнарлы болғандықтан ол асқазанда қорытылмай қалады. Сол үшін су қосып беріңіздер. Ал тіптен қорытылмай жатса, онда 1-2 күн жем бермей үзіліс жариялау керек. Содан кейін ақырындап қайтадан бере бастасаңыз, ол жеп кетеді. Сол арқылы солайдан беріп отырасыздар. Сиыр бордақлағаннан гөрі сіздерге бұқа бордақлауға кеңес беремін. Сиыр мойынға ет жинамайды, көп нәтиже бермейді. Салмақты да бұқа ұтады дегенмен сиырға қарағанда. Сол себепті келесіден бастап бұқа бордақласам деп отырмын. Бірақ мына сиырлар қысыр болғандықтан бұларды бордақлап, орнына туатын сиыр алу керек. Сол себепті бордақлап жатырмын. Әйтпесе бұқа бордақлаған тиімді. Оны комментарийде сіздерге айтып жатырмын. Себепті бұқа бордақлау керек. Бұқа бордақлаған. Бұқа тиімділігі бұқа жеген сайын өсе береді, сиыр сияқты емес. Бұқа мойынға ет жинайды, кеудеге ет жинайды, ал сиыр болса қарны мен артқы сан және алдыңғы санға ғана ет жинайды. Мойында сиырдың көп ет болмайды аса. Мына сиырымызбен байлаған кезде мына мойнына кем болып тұратын, қазір кішкене мойын өскенін байқадық. Сол себепті мойнында асын бүгін кішкене үлкейту керек болып тұр. Сіз көрдіңіздер, қысып тұр мойны кішкене. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Міне өздеріңіз байқағандарыңыздай ақырында нәтиже келе жатыр бордақымыздың. Енді 2-7-ден кейін тағы да бордақ туралы видео түсіретін боламын. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Көптеген сұрақтарыңыз болса комментарийде қоя кетіңіздер. Жауап беруге тырысамын барынша. Сіздермен болған Агро каналы. Келесі видеода кездескенше.